Қазақстанның сыртқы қарызын жаңа туған нәрестеден бастап зейнеткерге дейін жамбан басына шағатын болсақ, әр қайсымыздың қарызымыз 3 миллион теңгеден асып кетеді екен. Өйткені қарыз алуға құмар Қазақстанның сыртқы берешегі 167 миллиард доллардан асып отыр. Бүгінгі бағамен теңгеге шақса 58 триллиондай болады. Сұмдық-сандар. Айтпақшы, Қазмұнайгаз, Қазақстан темір жолы сияқты елдің бет-бейнесі саналған компаниялардың қарызы да барлық борыштың 10%-ын құрап тұр. Қазіргі таңда тек қана үкіметтік органдар мен квазимемлекеттік компаниялардың қарызының өзі 50 миллиард доллардан артық. Бұл ұлттық қордағы валюталық активтердің сомасына жетер-жетпес көрсеткіш. Егер борыш мөлшері асып кетсе, экономикалық ахуалға кері әсері болатыны сөзсіз. Ал елдегі қаржылық жағдайды тұрақтандырады делінген ұлттық компаниялардың өзі қарызға белшесінен батып отыр. Квазимемлекеттік компаниялардың сыртқы борышы қазіргі таңда, егер біз осы жылдың басымен салыстырсақ, 550 миллиард теңгеге азайғанын көріп отырмыз. Осы жылдың басында ол 6,1 триллион теңгені құраса, бүгінгі таңда 5,5 триллион теңгені құрап отыр. Долларға шаққанда 16 миллиард болады екен. Ал енді соның 70%, яғни 11 миллиардтан астамы қажет кезде елді жанармаймен қамтамасыз ете алмайтын Қазмұнайгаз компаниясының қарызы. Ал 3 миллиарды рельстік желілері сыннан арылмай, тіпті бірінен соң бірі вагон аударылып жатқан Қазақстан темір жолы компаниясының борышы екен. Оның үстіне ел экономикасын нығайтады деп үміт артып отырған Қашаған мұнай кенішінің Қазақстанға тиесілі 50% акциясына Анатол Стати деген молдовалық кәсіпкердің арызы бойынша шектеу қойылғаны тағы бар. Бұл мәселені шешуде Самұрық қазына қорының шетелден алдыртқан мамандары да шарасыз сыңайлы. Статиге қатысты біз жауап бере алмаймыз. Құзырлы орган Әділет министрлігі. Бұл іспен солар айналысып жатыр. Анатол Стати Қазақстан үкіметі 500 миллион доллар берешек деп халықаралық соттарға жүгінген. Соның арызы бойынша Қашағанның акциясы ғана емес, ұлттық қордың Америкадағы банкте сақтаулы тұрған 22 миллиард доллары да бұғатталып отыр. 500 миллион доллардың әлегі осындай, ал 167 миллиардты дауласа, үкіметтегілерге сын болғалы отыр. Бақтыныр Әлбай, Нұркен Тоқмурзин, Информбюро, Астана. Жалпы Қазақстан 127 елден қарыз алыпты. Тура мағынасында айтқанда жарты әлемге борышкер екенбіз. Ұлттық банктың мәліметіне сүйенсек, барлық берешегіміздің 30%, яғни 48 миллиард долларын Нидерландыдан алыппыз. Одан кейін 25 миллиардтай Ұлыбританияға қайтару қажет. ақш пен Қытай, Ресейден әрқайсынан алған 10 миллиардтан астам сома тағы бар. Біз Қырғызстаннан 112 миллион, Монголиядан 2 миллион доллар алыппыз. Тіпті картадан дүрбімен қарасаң әрең табатындай, халқының саны 40 мыңға да жетпейтін Лихтенштейн де бізге 700 миллион қарыз беріпті. Тағы бір қызық мәліметтерге қараңыз. Әлемде бізге де қарыз елдер көп. Шетелге қанша қарыз болсақ, шетел бізге де сонша берешек екен. Біздің де алашағымыз 170 миллиард долларға жуық. Қазақстаннан қарыз алғандардың көшін басқа емес, ақштың өзі бастап тұр. Олар 55 миллиард доллардай берешек болып шықты. Одан кейін бұл тізімде 20 миллиард алған Нидерланды, 16 миллиард алған Ұлыбритания бар. Керек десеңіз, Ресейде 7,5 миллиард доллар алыпты. Германияда бізге 4,5 миллиард қарыз, яғни сыртқы қарыз бен сырттың бізге қарызы баланста тұр.